Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз сауат ашу негіздері. Сабағымыздың тақырыбы тәтті балдың әлегі, ю дыбысы мен әріпі. Сабағымыздың мақсаты ю дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру. Сөздегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату. Суреттегі заттардың аттарын атай отырып, сөздегі ю дыбыстарының орнын табу. Сабағымызды бастамас бұрын мына өлең жолдарын менімен бірге қайталаңыздар. Күн көзіндей күлімдеп, көңілді боп жүрейік. Қазіргі болар сабаққа жүректен ақ жол тілейік. Жарайсыздар балалар. Ал енді сабағымызды бастаймыз. Балалар, суреттен нені көріп тұрсыздар? Суреттен аю және оюды көріп тұрмыз. Дұрыс айтасыздар. Балалар, қандай жануар балды жақсы көреді? Дұрыс айтасыздар. Аю балды өте қатты жақсы көреді. Балалар, аю және ою сөзінде ю дыбыстары бар екен. Қане балалар, бәріміз бірге айтып көрейікші? Ю, ю. Жарайсыздар. Ю дыбысы қосарлы дауысты дыбыс. Ю дыбысы қысқа и мен у дыбыстарының қосарлануы арқылы бірігіп жасалып тұр. Ю дыбысы сөздің ортасында және соңында кездеседі. Ал енді балалар, кітабымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайықшы. Аюдың ашқарақтығы. Сурет бойынша шағын әңгіме құрап, ата-аналарымызға айтып көрейік. Екінші тапсырма, қарама-қарсы сөзбен сипатта. Сүт, сұйық, айран қандай болады екен? Оны білу үшін мен сіздерге сүт туралы айтып берейін. Сүт ақ түсті, дәмді, сұйық. Сүтті ашытып, әжелеріміз айран жасайды. Айран